Так, мына бір статистика қарайтын болсаңдар, достар, шығармашылықты 18 мың адам тапсырыпты. Оның 93%-ы молодцы, шектік балдан асыпты да, молодцы, жақсы. Яғни, примерно бір 10-15 балдан асқан ғой енді. Орташа в среднем көбісі 17 бал жинап отыр екен. Өте обидный нәрсе. Неге десеңдер, оның 9 балы на халяву оқу сауаттылығынан алуы мүмкін, сонда тарихтан бір 7-8 бал алып отыр, короче. Енді былай жасайық, достар. Осындай арнайы шығармашылықтан қадалып жүрген достарыңа мен де сендерден бір четкий кеңес бере өтейін. Біздегі интенсив курсы ашылды наурыз ағымына. Оның ішінде не бар? Бүткіл Қазақстан тарихы бойынша түсірілген видео сабаққа дос боласың. Кураторлық қадағалау болады. Саған өзіңе жеке индивидуальный жоспар құрып береміз. Апталық күндік жоспар құрып береміз. Сол жоспармен жүретін боласың. Ол жоспармен жүретін болсаң, сен тарихты да оқу сауаттылығын да оқып үлгересің смело. Одан кейін 100% ұбытта келетін базалар беріледі. Электрондық оқулық беріледі. Тарихи тұлғаларға байланысты жинақталған база беріледі. Карталарға байланысты жинақталған база беріледі. Бүткіл 6 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін квиздар беріледі. Және де ең бастысы, сол квиздарды сен орындайсың. Конспект вообще жазбайсың. Уақытың бәрін оқуға, жаттауға, квиз орындауға бөлесің. Куратормен бәрін кешке таман тексеріп, сенен күнде отчет алып отырады. Күнде куратормен байланыста боласың 24/7. Және де ең бастысы аптадан соң апталық тест және сенбі күні зачет тапсырасың. Рейтинг шығып отырады. Нәтижені көре аласың. Және де осы 3 айдың ішінде наурыздан бастайтын болсаң, сен жалпы ең негізгі тақырыптарды бізден бірге қайталайсың. Бірақ бүткіл тақырыптардың бәрі сенің қолында болады, короче, видео сабақтан. Ана біздің апталық жоспарымызда тақырыптарды оқып болғаннан кейін, сен өз бетіңше қолың босақ болғанда басқа да тақырыптарды оқи бересің, короче, смело. И сөйтіп нағыз ұбытқа дейін смело үлгерсең болады. Плюс сенде таңдау болады. Куратормен жұмыс жасау немесе кураторлықтан шығып кету. Просто әшейін материал ретінде біздің курс аласың, ішінде қайталай бересің, куратор сені қадағаламайды. Солай да істесең де болады. Бізде жалпы тарих пен оқу сауаттылығын алатын болсаң, айына 10 мың теңге төлейсің. Ойлашы, 2 пәнді алатын болсаң, айына 10 мың теңге төлейсің. Бұл перевод емес, кредит, ретро-рассрочка емес, просто каспи перевод арқылы төлем жасайсың. Переводпен төлеп отырасың ай сайын. Бір ай оқисың, ұнамаса оқымайсың, ұнаса дальше жалғастырасың. 3 айда кәдімгі деңгейіңді смело көтеріп аласың. Толық ақпарат бергің келсе, мен саған еще пробный сабақтар бере аламын. Бізде курста география бар, математика бар, Қазақстан тарихы бар, матсауы бар, қазақ тілі әдебиеті деген пәндер бар. Және нәтижелеріміз де қаңтар-ботан өте жақсы, оны бәрін инстаграмымыздан көре аласың. Отзывтарымызды көре аласың. Керек десем бәрін берем, пробный сабақ бәрін берем, бәрін түсіндірем. Жекеге просто плюс қалдыр, ақпарат берем. Осы видеоны шығармашылықтан қадалған достарыңа жіберіп қой, короче. Бұл